Оқушылар Python бағдарламасында енгізу және шығару операторлары ең негізгі болып есептеледі. Мәліметтерді пернетақтадан енгізу input функциясының көмегімен жүзеге асырылады. Input дегеніміз қазақша енгізу деген мағынаны білдіреді. Input функциясының жазылу құрылымы: алдымен айнымалының атауы жазылады, тең белгісі қойылады, айнымалының типі жазылады, input, одан кейін түсініктемесі жазылады. Мысалы, A айнымалысы тең, өткен сабақта айнымалы ұғымын қарастырған болатынбыз. A айнымалысы тең, int бұл айнымалының типі. Int дегеніміз бұл бүтін сан. Егер нақты сан беретін болса, float деп жазамыз. Input дегеніміз енгізу, одан кейін түсініктемеге сан енгіз деп жазамыз. Сонда A-ға бүтін сан енгіз деген мағынаны білдіреді. Келесі, экранға программа нәтижесінің жұмысын шығару үшін print шығару функциясы қолданады. Яғни print дегеніміз шығару деп аударылады екен. Print функциясының жазылу құрылымы: print мәліметтер тізімі, яғни мәліметтер тізімін шығарады, немесе экранға нәтижені шығару. Мысал үшін, программа коды былай берілсін: A тең, int, input, сан енгіз, яғни A-ға бүтін сан енгіз деп шығарады. Print A деп тұр, яғни A-ның нәтижесін экранға шығар деп тұр. Бұны пернетақтадан A-ға сан енгіземіз, нәтиже экранға шығады екен. Енді мына енгізу, нәтиже деген бағанға қарай. Python бағдарламасында біз программаны жазамыз, F5 деген батырманы бассақ, өзіміз сан енгізіп, нәтижесін алуға болады. Сонда F5-ті басқан кезде сан енгіз деп шығады. Біз 500 енгізсек, экранға 500 деп шығарып береді екен. Енді оқушылар, бүгінгі тақырып бойынша мысалдар қарастырайық. Мына 3 мысалды қарастырайық. Бірінші мысалда A тең 7, V тең 5 сыны табуымыз қажет. Алдымен осының программасын құрайық. Оқушылар, енді бірінші мысалды қарастырайық. A-ның мәні 7-ге тең екен, A тең 7 деп аламыз. V-ның мәні 5-ге тең, V тең 5. Сыны табуымыз қажет екен. С тең A мен V-ның қосындысы, A қосу V деп жазамын. Print S. Енді осының нәтижесін алайық. Run деп бассақ, OK-ді басамыз. Сонда нәтижесі 12-ге тең болады екен. Программа бізге осылай шығарып береді.